Кейінгі кездері вакцина салуды міндеттеу адам құқын бұзу деген пікірді жиі естіп жүрміз. Шын мәнінде солай ма? Міндетті вакцина салудың қай жері дұрыс, қай тұсы бұрыс екенін құқық қорғаушы Татьяна Чернобиль талдап шықты. Вакцина салу жөнінде кең тараған мифтердің ақ-қарасын ажыратып, бірге талдап көрейік. Міндетті вакцинация адам құқықтарын шектейді. Расымен міндетті вакцина адамның бірқатар құқықтарын, соның ішінде жеке өмір құпиясын, жеке басына қол сұқпау, қозғалыс еркіндігін және басқаларын шектейді, бірақ олардан айырмайды. Бірақ міндетті вакцинация жол беруге болмайтын шектеулерге әкеліп соғады. Мемлекеттің адам құқықтарының бірқатарын шектеуге құқы бар. Оған тұрғындардың денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында жалпыға ортақ вакцинаны міндеттеу кіреді. Денсаулық мәселелеріндегі еріктілік құқығы ешқашан ешқандай шектеулерге ұшырамайтын адам құқықтарына қатысты. Денсаулық сақтау құқығы әлеуметтік құқыққа жатады және мемлекет демократиялық қоғамдағы жалпы әл-ауқатқа ықпал ету мақсатында шектеу қоюы мүмкін. Бұған қатысты экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт бар. Адам құқықтарын тіпті санитария дәрігерінің басшысының қаулысы да шектей алмайды. Адам құқықтары тек заңмен шектелетінін ұмытпайық. Міндетті вакцинация зорлық. Бұл жеке адамның ғана емес, жалпы халықтың денсаулығына әсер ететін ұсыныс. Мұндай ұсынысты қолдау, қауіпсіздік, азаматтық жауапкершілік, қоғамға деген тілектестік, дұрыс пайымдауға келіп тіреледі. Егер вакцинациядан бас тартқан жағдайда жағымсыз салдары күтіп тұрған болса, бұл ұсыныс емес. Вакцина салдырудан бас тарту әлеуметтік салдарға әкелуі мүмкін деген тұсы рас, себебі кейбіреулердің вакцинадан бас тартуы түрлі ауруы бар басқа адамдардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ ковидке байланысты денсаулық сақтау жүйесіне шамадан тыс күш түсіп, дер кезінде медициналық көмек ала алмай қалуы мүмкін. Шектеулер осыған байланысты қойылады. Вакцинациядан бас тартқандардың құқықтарын шектеу, оларды жазалау. Бұл жағдайда мемлекеттің мақсаты біреуді жазалау емес, жалпыға төнуі мүмкін қауіптің алдын алу. Шектеулер ешкімді алаламайды және бәріне бірдей қатысты. Аурудың таралып кетуінің алдын алу үшін мемлекет шектеу енгізуге құқылы. Десек те, вакцинация радикалды шара. Шамалы интрузивті тәсілдерді қолдануға болатын еді ғой. Мәселен, маска тағуды, басқа да алдын алу шараларын міндеттеу. Болар еді, бірақ вакцина вирустық аурулардың таралуын тоқтататын ғылыми тұрғыда мойындалған жалғыз және қауіпсіз тәсіл, яғни осындай жағдайларда тиімділігі дәлелденген. Міндетті вакцинация дегеніміз ғылыми тәжірибелерге қатысуға міндеттеу, ал адамдардың келісімінсіз ғылыми тәжірибеге ешкімнің қатыстыруға құқығы жоқ. Бұл мәжбүрлеу. Шындығы, қандай жағдай болса да адамдарға өз келісімінсіз ғылыми тәжірибе жүргізуге болмайды. Бірақ қазіргі вакцинаның ғылыми тәжірибе екендігі жалған. Бұл тұжырымға ғылыми немесе нақты дәлел жоқ. Вакцинация аурудың таралуын тоқтататын тәсіл, ал әлемде пайдаланылып жатқан негізгі вакциналар қауіпсіздік пен тиімділікке қатысты қажетті сынақ пен тексерістерден өткен. Достар, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп бақылап отырыңыздар. Ұмытпайық, шындыққа әркімнің ақпар таласы.